Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'aqibatu lil muttaqin. As-salatu vesselamu ala rasulina ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Қолымыз жеткен әрбір жақсылыққа, нығметке ризалық танытып, оны бергенге шын ілтипатымызды білдіруді бір ауыз сөзбен шүкіршілік дейміз. Айналамызға бір сәт көз жүгіртіп қарасақ, Алланың бізге берген қаншама нығметтерін көреміз. Өзіміздің аяқ, қол, дене мүшелерімізден бастап, ауа, су, топырақ, күн, мал жан, бала шаға, жүрегіміздегі мыңдаған сезімдер бәрі де Алланың нығметтері. Енді ойланып көрейік. Біз олардың қаншауына шүкір еттік? Шүкіршілігімізді қалай өтеп жүрміз? Басқаныз, көрген қызығымыз үшін алғыс рахметімізді кімге айтуымыз керек? Негізінде, жаратушы иеміз Құран кәрімде шүкір етсеңдер, нығметімді одан да арттырамын деп уәде берген. Бірақ өкінішке қарай, осынау құны өте жоғары істің орындаушылары бүгінде өте аз. Өзеннен балық ұстап берген адамға, сосын оны пісіріп ас дайындағанға алғысымызды жаудырамыз. Ал сол өзенді де, балықты да, балықшыны да, аспазшыны да, оны жейтін біздің аузымызды да, сіңіретін асқазанымызды да жаратқан Алла тағала екенін кейде ұмыт қалдыратынымыз, қынжылтатыны рас. Сондай шүкірсіз құлдар жайлы қасиетті Құранда былай делінеді. Олар дүние тіршілігін тек өздеріне қарап тұрған сырт жағынан ғана біледі. Ал ақыретке қарайтын жағынан түбегейлі ғапыл әрі бейғам. Рум сүресі 7-ші аят. Сондықтан шүкір ету хақында аз кем сөз қозғамақпыз. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам шүкір етудің нағыз үлгісін өз өмірімен көрсетіп кеткен. Ол жүрсе де, тұрса да шүкір ететін. Қасындағы сахабаларына да соны кеңес ететін. Бірде ардақты пайғамбарымыздың түні бойы құлшылық етіп, аяқтары да ісіп кеткен байқаған Айша анамыз: "Уа Алланың елшісі, бүкіл күнәларыңыз кешірілген бола тұра, неге өзіңізді осыншалықты қинайсыз?" деп мұңайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Шүкір ететін құл болмайын ба?" деп қып-қысқа жауап қайырды. Алла біреуге ас ауқатын нәсіп етіп, үйлі баранды, бала шағалы етсе, денсаулық беріп, өз бетінше жүріп тұра алатындай жағдайға келтірсе, мұның бәрі де шүкіршілікті қажет етеді. Ал енді біреуге иман беріп, мұсылмандықтың дәмін таттырса, жүрегін байытып, жан тыныштығына бөлесе, онда ол тіпті көбірек шүкір ету керек. Ендеше, нағыз шүкіршілік бойымыздағы жақсылықтарды анық сезіну арқылы жүзеге асады. Нығметтерді еске алу Аллаға деген шүкірімізді қамшылайды. Жалпы, шүкір жүрекпен, тілмен немесе қимыл әрекетпен жасалады. Тілмен шүкір ету бүкіл жақсылықтардың, күш қуаттың, ырзық несібенің, иманның өзгеден емес Алла тағаладан келіп жатқанын шын жүректен сезінуден барып шығады. Шынында да бүкіл ізгілік атаулының басынан аяғына дейінгі барлық себептерін жаратушы Алла тағала. Мәселен, кейде жақсы оқу бітіріп, жақсы маман болдым, содан соң ел ішінде мол абыройға кенелдім деп ойлап қалуымыз мүмкін. Бірақ жақсылап көз жүгіртсек, сол абыройлы деңгейге жеткенге дейін миллиондаған себептер жүзеге асқанын байқаймыз. Біріншіден, ол үшін алдымен жоқ емес, бар болуымыз керек. Екіншіден, тас, құм, топырақ секілді жансыз зат емес, жаны бар жаратылыс болуымыз керек. Үшіншіден, өсімдік немесе жануарлар секілді жаратылыс емес, адам болуымыз керек. Адам болғанда жақсы ата-анадан туылып, жақсы ортада өсіп, жақсы мұғалімдердің қолынан өтіп, білімді болуымыз керек. Осының бәрі ойлап қарасақ, Алланың қалауы, оның құлдарына деген мейірімінің, махаббатының нәтижесі. Осы секілді сансыз себептерді нақтылықпен өлшеп, пішіп, тағдыр етіп, уақыт сәті келгенде жарататын Алла тағала. Міне, осыған сенетін болсақ, соның бәріне шүкір етуіміз керек.
Осының бәріне көз жұма қарап, бәрінде өз маңдай теріммен, пысықтығыммен, қулық айламмен, біліміммен таптым дейтін болсақ, онда тек себептерден әрі аса алмайтын көрбақ, соқыр кеуде білімсіз болғанымыз. Ал бізге нәсіп болған барлық нығметтерді Алладан деп біліп, және өмірімізді сол түсінікке қарай жүйелеу, жүрекпен шүкір етуге жатады. Тілмен және дене бітіммен шүкір етудің де негізінде осы жүрек шүкірі жатыр. Дене бітіммен шүкір ету деп әрбір ағзамызды жаратылу мақсатына қарай қолдануды айтамыз. Анығырақ айтқанда, бізге бұл мүшелердің қай-қайсысы да Аллаға құлшылық ету үшін берілген. Өйткені адамның өзі де тек қана құлшылық үшін жаратылған. Ендеше оларды осы мақсаттарда қолдану денемен жасалған шүкір саналады. Ал аузымен арақ сіміріп, көзімен арсыз кино қарауды, қолмен біреуді ұрып соғуды шүкіршілік деп кім айта алады? Сондықтан бұлар Құранның көптеген аяттарында олардың шүкір ететіндері неткен аз делінген. Сөз соңында айтарымыз, егер ақиқатына қарасақ, бұл дүниенің бүкіл жаратылысы өз тілімен Аллаға шүкір етуде. Сондықтан ең саналы, ең ардақты жаратылыс адам да мына сынақ әлемінде шүкір етуден кенде қалмағаны жөн. Алла баршамызды шүкіршіл құлдардың қатарына қоссын. Ва ахиру дағвана альхамдулиллахи раббил аламин. Хадистер. Шүкіршілік. Мүминнің ісі қандай ғажап. Оның қайсы болмасын қайырлы. Алайда бұл мұсылманның ғана маңдайына бұйырған. Ол жақсылыққа тап болса, бірден шүкіршілік етеді. Бұл оған қайырлы. Егер ол қандайда бір қиындыққа тап болса, дереу сабырлылық танытады. Бұл оған қайырлы. Тақуа бол, сонда адамдардың ең ғибадатшылы боласың. Қанағатшыл бол, адамдардың ең шүкіршілі боласың. Өзің үшін жақсы көргенді адамдарға да жақсы көр, сонда мүмин боласың. Егер Алланың құлы тамақтану кезінде шүкіршілік етсе, Алла одан разы болады. Иман екі жартыдан тұрады. Бірі сабыр, бірі шүкір. Шүкіршілігін өте алатын аз малың, шүкіршілік етпеген көп дәулеттен әлде қайда қайырлы. Алла тағаланың бергеніне разы болмау, және нығметтер үшін шүкіршілік етпеу үлкен күнә. Уа Алла тағалам, маған өзіңді есіңнен шығармауға, саған шүкіршілік етуге, және көркем құлшылық етуге көмектесе көр. Әбу Дауд Ән-Насаи. Кімдегім тамақтан кейін, менен ешқандай күш-қуат талап етпей мені тамақтандырып, рызықтандырған Аллаға шүкір десе, оның біліп-білмей жасап қойған кіші күнәлері кешіріледі. Бізді тамақтандырып, сусынымызды қандырған, сондай-ақ бізге кепіл болған, әрі баспана берген Аллаға шүкір.